Сәлеметсіздер ме, құрметті әріптестер? Бүгін 4-ші тоқсанға КТП жариялау үшін біз календарный планды толтыруымыз керек. Ол үшін КТЖ-ны алып тастап 4-ші тоқсанды қайтадан жариялау үшін қандай шараларды қолданамыз? Ол үшін біз КТЖ-ға кіреміз. Және сол КТЖ-да қай класстағы КТП-ны алу керек, соны қараймыз. Міне, қарасаңыздар, барлық класстар жариялаған. Соның ішінде міне жарияланды деген информатиканың үстін басасыздар. Және асты бетіне түскен кезде міне жариялаудан алып тастау дегенді басасыздар. Сонда тағы осындай шығады, оның да үстін басасыздар. Міне КТП жариялаудан алынды. Енді осыны сыныпқа кіріп қараймыз. Информатика пәнін күнделік тізбес жоспарға және 4-ші тоқсан міне бізде алынды. Осы 4-ші тоқсанды енді бірге жариялаймыз. Әр тоқсанда қорықпаңыздар, осылай тақырыбы алынып қалады. Қайтадан жарияланған кезде өзі міндетті түрде шығады. Енді 4-ші тоқсанның мына жерге тақырыптарын қоясыз. Ал импорт-экспорттауда мен келесі сабағымда айтып өтемін. Бүгін келесі сабағымызда көрішкенше сау болыңыздар.